Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін 8-ші сыныптың биология пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Тапсырмаларға тоқталайық. Бізде бірінші тапсырма зәрдің түзілуі жүретін мүшені көрсетіңіз. Яғни біз суретке қарасақ, зәр шығару жүйесінің суреті көрсетілген. Осы жерде әріптермен белгіленіп қойған екен. Яғни зәр қай жерде түзіледі дейді. Біз қараймыз суретке, бірінші суретте қараймыз, негізінен зәр түзіледі, негізінен ол бүйректе түзіледі. Яғни бізде А вариант, А әріпмен берілген, бұл бүйрек. Жауабы бүйрек болады. Екінші, суретте терінің ішкі құрылысы берілген дейді. Яғни соны көрсетуіміз қажет. Бұл суретте терінің бөліп шығаруға қатысатын екі бөлігін белгілеңіз және атауын жазыңыз дейді. Мен стрелкамен көрсетіп қойдым. Бірінші төбесіндегі май бездері, сыр жағындағы ол тері бездері. Үшінші сұрақтың екінші тапсырмасына тоқталайық. Бұл бізде теріде саңырауқұлақтың әсерінен туындайтын аурудың негізгі бір белгісін жазыңыз дейді. Яғни саңырауқұлақтардың әсерінен туындайтын ауру бұл пигментті дақтардың пайда болуы. Яғни оны барлығымыз білеміз деп ойлаймын. Көп адамдардың беттерінде, қолдарында немесе денелерінде пигментті дақтар пайда болып жатады. Келесі тапсырма бізде ретінде берілген екен. Тест жауабы ретінде тірек қимыл жүйесінің қызметін таңдаңыз дейді. Тітіркендіргіштерге жауап қайтару, ағзаны химиялық заттардан қорғау және қозғалыс мүшелерінің бекінуі, қоректік заттар тасымалдау. Бізде үшінші жауап дұрыс болады. Қозғалыс және мүшелердің бекінуі. Бұл тірек қимыл жүйесінің қызметі болып табылады. Бесінші, сүйек ағзада тірек қызметін атқарады. Яғни қартайған сайын адамның сүйегі морт-сынғыш болып келуінің себебін түсіндіріңіз. Ортан жілік сүйегінің қай бөлігінде қызыл және қай бөлігінде сары кемік май болатындығын атаңыз дейді. Яғни бірінші сұраққа жауап береміз. Бірінші, ол қартайған адамдардың сүйегі неліктен морт-сынғыш болып келеді? Себебі органикалық заттың мөлшері азайып, минералды заттардың үлесі артады. Сүйек серпімділік қасиетін жоғалтады. Соның нәтижесінде қарт адамдардың сүйектері морт-сынғыш келеді. Мысалы айта кетсек, мысалға қарт адамдар қысты күні мұздан аяғы немесе қолы шығып кеткен жағдайда емделуі ұзақ уақыт, ал жас балалардікі, орта жастағы адамдардікі тез бекіп кетеді. Өйткені олардың несі көп, минералды заттары көп. Екінші сұрақты оқимыз. Ортан жілік сүйегінің қай бөлігінде қызыл кемік май, қай бөлігінде сары кемік май бар екенін жазыңыз дейді. Ортан жілік сүйегінің ең ортасындағы ішкі қуысында жілік май, сары кемік май бар. Екі басындағы борпылдақ қабатта қызыл кемік май болады дейді. Келесі сұрақ. Тоқпан жілік пен жауырынның арасындағы байланыс түрін мен буын түрін анықтаңыз дейді. Байланыс түрі ол қозғалмалы байланыс, буын арқылы байланысқандықтан қозғалмалы болып табылады. Екінші, буын түрі, яғни осы қозғалмалы байланыстың буын түрі бұл шар тәрізді буын. Келесі сурет. Жетінші суретте бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасын анықтап, адам ағзасында орналасуын сипаттаңыз дейді. Бұл бізде болады А, В, С деп беріліпті. Бірінші, бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасы ішкі мүшелерді астарлайды. Қан тамырының қабырғасында кездеседі деп жазамыз. Бұл шетте бізде В, яғни екінші сурет бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасына жатады. Келесі сұрақ. Гиподинамияның себептері. Бұл нәру жетіспеушілігі, ұялы телефонның шашыраған сәулелер, белсенді қимылдың жетіспеушілігі және омыртқа жотасының қисаюы. Бізде бұл дұрыс жауабы белсенді қимылдың жетіспеушілігі. Соның әсерінен гиподинамия ауруы туындайды, пайда болады.
9-шы сұраққа келіп қалдық. 9-шы сұрақ. Оқушы төмендегі сызба көмегімен сыныптағы оқушылардың аяқ іздеріне өлшеулер жүргізген. Нәтижесінде сыныпта 37% оқушыларда жалпақ табандылықтың бар екендігі анықталды. Суреттен көрсек, бізде бірінші сурет және екінші сурет. Бірінші суретте жалпақ табандылық жоқ, ал екінші суретте жалпақ табандылықтың бар екендігі көрсетілген. Сұрақ: жалпақ табандылықтан сақтаудың бір шарасын ұсыныңыз дейді. Яғни, жалаң аяқ көп жүру, аяқтың ұшымен жүру, табанды ішке қарай басып жүру және табанды сыртқа қарай басып жүру. Осыларды ұстансаңыздар, жалпақ табандылықтан арыласыздар. Яғни, жалпақ табандылық болмайды сіздерде. Келесі тапсырма. Төменде берілген суретті пайдаланып, бос орынға табан буынындағы рычагтың жүйесінің сызбасында тірек, жүктеме, күш нүктелерін көрсетіңіз дейді. Яғни, біз көрсетеміз. Суретке қарасақ, орта жастағы жігіт допты көтеріп жатыр. Яғни, доп көтерген кезде табан буынындағы рычагтық жүйенің сызбасын көрсетіңіз, яғни нүктелерін көрсетіңіз дейді. Яғни, төбесіне жазамыз, біз жүктеме деп жазамыз, астына төбеге көтерілген күш деп жазамыз, ал екіншісін тірек деп жазамыз. Осы жерде көріп алсаңыздар болады. Осылай жазасыздар. Келесі тапсырма. 11-ші тапсырмаға келіп қалдық. 11-ші тапсырманың бірінші сұрағы: көру және есту рецепторларының орналасқан орны қандай сандармен белгіленгенін төмендегі суреттерде белгілеңіз дейді. Және де көру есту мүшелерінің қызметін сақтау үшін гигиеналық шараларды сипаттаңыз. Бізде көру мүшесі бірінші көрсетілген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дейді. Бұл шешсе 5-ші санмен көрсетілген бұл көру мүшесі. Ал есту мүшесі бұл 3-ші санмен көрсетілген, яғни құлақтың жанында көрсеңіздер 3-ші сан. Құлақта 3-ші, көзде 5-ші. Ал көру есту мүшелерінің қызметін сақтау үшін гигиеналық шаралар. Бұлар есту және көру мүшелері түрлі микробтың енуінен сақтау, салқын тигізбеу, кір қолмен көзді шұқымау, баспа сияқты жұқпалы ауруларды асқындырмай дер кезінде емдету, және де әр мүшені, яғни көзді, құлақты уақытылы жуып, күтім жасап отыруды ұмытпау керек. Келесі сұрақ: адреналин гормонын бөлетін без қай санмен белгіленген? Бұл бізде көрсетілген. Бірінші жауабы 5, екінші жауабы 7, үшінші жауабы С жауабы 3, төртінші жауабы Д. Бізде болады 5. Бізде көреміз қанша безінен адреналин гормоны бөлінеді. Ұйқы безі аралас секреция безі болып табылады дейді. Яғни сұрақ: ұйқы безінің қызметтерін түсіндіріңіз. Ішкі секрециялық, сыртқы секрециялық. Осы бездің жұмысы бұзылғанда туындайтын ауруды атаңыз дейді. Ұйқы безінің қызметтерін түсіндіріңіз. Бұл ішкі секрециялыққа инсулин гормонын бөледі және қандағы қант мөлшерін реттейді. Сыртқы секрециялық безі бұл ұлтабарға панкреатин сөлім бөледі. Осы бездің жұмысы бұзылғанда туындайтын ауру қант диабеті, сахарный диабет немесе қазақшалап айтқанда сусамыр ауруына ұшырайды. Соңғы сұрақ: суретте берілген мысалдарды пайдаланып, тері қызметін ағза үшін маңызын түсіндіріңіз дейді. Яғни, біз суретте көріп тұрмыз. Бірінші суретте тас ұстап тұр қолына. Яғни, екінші суретте қолына бір нәрсе жағылған. Үшінші суретте ыстық шай ұстап тұр кружкадағы. Төртінші суретте тікенек бір кактусқа қолын жақындатып тұр. Яғни, осылардың тері қызметінің ағза үшін маңызын түсіндіріңіз дейді. Бұл жерде бірінші терінің сезімталдығы, яғни ыстық затқа немесе тікенек бір затқа қолын тағаған кезде бірден тартып алу, яғни сезімталдығын көрсетеді. Екінші, теріде көптеген рецепторлар болады. Олар қоршаған ортаның әртүрлі тітіркендіргіштеріне, температура және ортадағы жағдайлардың өзгерістеріне жауап қайтарады.
ағзаның сыртқы ортаға бейімделуіне әсер етеді дейді. Яғни терінің сезімталдығы болған жағдайда рецепторларға жауап береді. Келесі тапсырма бізде ақ аю жылы қанды жануар. Арктикалық суықта оның дене температурасы тұрақты сақталады. Оның терісінің дене температурасын тұрақты сақтауға көмектесетін екі ерекшелігін атаңыз дейді. Майланған қалың жүні су. Бірінші қасиеті бұл: майланған қалың жүні су жұқтырмайды. Жүнінің тығыз әрі ұзын болуы жылуды сақтауға көмектеседі. Және соңғысы, тері астындағы 10-15 см қалың май қабаты оқшаулау арқылы жылуды шашыратпайды. Бізде ең соңғы сұрақ болатын, бар жоғы 15 сұрақ қарастырылған екен. Достар, осы видео сіздерге пайдасы тиіп, көмегі тиіп жатса, сабақта қолданып осы сұрақтар келіп жатса, бізде лайк басып, комментарий жазып, біздің арнаны қолдап отырыңыздар. Алдағы ТЖБ тапсырмаларында сәттілік тілеймін. Барлықтарыңыз жақсылап тапсырып шығыңыздар. Алдағы уақыттарда да біздің арнада жаңа видеолар вақтылы шығып отырады. Сау болыңыздар.